Армысыздар, қадірлі оқырман, құрметті көрермендер. Тар заманда өмірге келіп, өмірдің ащы тұщысының дәмін татып, әкеден ерте айырылып, ананың тәрбиесінде болып, жалпы көп қиындықты басынан өткерген қазақтың ұлы жазушыларының бірі Шерхан Мұртаз атаның Ай мен Айша кітабынан бір кішігірім үзінді болсын деп отырмыз. Сол әңгімесінде жазады. Қыстың күні күн ұясына ертерек батады, барлығымыз уақыттан бұрынырақ төсекке жатамыз. Енді ол кезде майшамды көп қолдана алмайсың, сәләркі тапшы, сондықтан да алда әлі 1000 түн бар, соның барлығына жету керек деп, анамыз ерте сөндіріп, төсегімізді салып беріп, жатқызып тастайды дейді. Баламыз, әрі аунайсың, бері аунайсың, ұйқың келмейді. Сол кезде анамызға әңгіме айтыңызшы деген кезде анамыз не бір әңгімелерді айтып беретін еді, біраз аңыз әңгімелер, біраз хикаяттарды. Сондағы бір есімде қалғаны деп жазады. Ертеде бір елде патша болған екен. Патша болған кезде де елікті сүйетін, елікті ерекше құрметтейтін патша болса керек. Сол жарлық шығарыпты өзінің басқарып отырған елінде кімде кім елікті өлтіретін болса, өлім жазасы кесілген. Содан сол елде бір аңшы бар екен, әккі. Сол аңшы патшаның жарлығын яки естімей қалса керек, бір күні елік атып алыпты. Содан әлгі аңшыны патшаның нөкерлері ұстап, дарға асайын деп жатқан кезде, ай десе аузы бар, күн десе көзі бар, құдды бір жұмақтағы хор қызындай бір әйбәт бір қыз жүгіріп кеп, аяғына оратылып, патшаны өкіріп жылайтын көрінеді. Өтінемін, өлтіре көрмеңіз, бұл менің әкем еді деп. Сол кезде әлгі қыздың жүзіне қараған кезде патша есін жоғалтып алды дейді. Күллі әлемді ұмытты дейді, сұлулығының алдында бас иді дейді. Сол кезде қызды көтеріп, мен сенің әкеңді өлтірмеймін, бірақ менің өлтірем деген жарлығым бар еді. Сондықтан да мен сенің сұлулығыңа бола әкеңді тірі қалдырам, бірақ бір көзін ойып алам, бір қолын кесіп алам дейді. Айтқандай-ақ патша сөзінде тұрып, бір көзін ойып алады, бір қолын кесіп алады. Сол кезде қыз отадай боздап, әкем күнін аңмен көріп отырады хан. Енді әкемнің өмірі не болады? Аңды қайтып аулайды деген кезде хан айтады, уайымдамаңыз, патшаның қайынатасы аштан өле қоймайды дейді. Мен сізді кішілікке алам дейді. Содан бұны кішілікке алады қызды. Бір түнде белгілі бір қасқыр ұрын келіп, патшаның сарайына келіп, бір елікті жарып кетеді. Түннің ішінде сарайдың барлығы шуылдап қоя береді, әлгі қасқырды іздеңдер, табыңдар деген бұйрық келеді. Содан барлығы тұс-тұстан іздейді. Патшаның бірақ бір сөзінде қасқырды тірідей әкеліңдер, өлтіріп алмаңдар деп бұйырады. Содан қайдан іздейміз? Қасқырдың апанын іздейді бәрі, апанын табу керек. Содан ешкім таппайды, сөйтіп тұрған кезде біреу айтады, бір білсе, патшаның қайнатасы біледі дейді. Дағы барлығы өре түрегел патшаның қайнатасының үйіне бар. Осындай жағдай болды, қасқырдың апанын іздеп жатырмыз. Содан патшаның қайнатасы бұрынырақта білетінем, кейін ауысып кетпесе бір жерде білетінем дейді. Аттарың қалай жарай ма дейді. Өйткені қасқырдың апаны жайда жолда емес, таудың биік тұстарында орналасқан. Содан атымыз барлығы сайланған дейді. Содан барлығы барады, сөйтсе елікті енді ғана жеп бітіп тауысып, енді мызғиын деп жатқан кезінде келсе керек, аттың дүбірін естіп, бөрі қашады. Содан не керек? Тазы иттерін жібереді дейді, мықты-мықты. Томағасын сыпырып, бүркіттерін, құрандарын жібереді. Не керек? Әйтеуір әлем жабылып жүріп алды дейді әлгі қасқырды. Патшаның сарайына алып келеді, аяғын байлаулы. Содан патша айтады, мына қасқырды дейді, бірден өлтіруге болмайды дейді. Ол кезде де не бір қасапшылар болды ғой дейді. Бір-екі жігітті алдыртып, терісін тірідей сыпырыңдар дейді. Содан аяғы байлаулы жатқан қасқырдың бер жағынан екі қасапшы терісін сыпыра береді. Сол кездегі не деген мықтылық дейді. Сол бөрінің аты бөрі ғой дейді. Қып деген дауыс шығарған жоқ дейді. Көзінен тек қана жастар парлап тұрды деген мен жаны бар ма?
терісін сыпырып алды да аяғын босатты да енді жібере салыңдар орманға қарай деп айтты. Аяғын босатқан кезде орнынан тұрып еді, жалаңаш денесіне қылшық топырақ жармасқан қасқыр сұлқайтып құлады да алдыңғы екі аяғымен тіреп кеудесін көтеріп көкке ұлыды дейді. Айналасынан пана болмай көк тәңіріне ғана бойсұнып содан ғана жәрдем күтіп тұрғандай дейді. Оқып шықтық, керемет кітап. Баршаңызға оқушыға кеңес береміз. Аман сау болыңыздар.